яғни жасанды спирт. Қазақстанда өкінішке орай жалған алкоголь мәселесі бар. Ең негізгі қауіп метанол болуы мүмкін. Жалған алкогольмен уланған жағдайда оның әсері 30-60 минутта байқала бастайды. Соқырлық, ми зақымдануы, тіпті өлімге де әкеліп соғады. Бұл тағамдар біз күнде көретін, базардан, дүкеннен алатын, үйде жасайтын заттар. Қауіп экзотикада емес, қауіп білмей жеуде. Статистикалық мәліметке сүйенсек, біздің арнаны 98% көрермендер арнаға тіркелмей көреді екен. Арнамызға тіркеліп, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосыңыз.